Мен Естай Ғасырбек. Бала кезімде математика мен физика пәндерін ерекше жақсы көретінмін. Бұл пәндер мені ойлауға, талдауға және әр құбылыстың себебін түсінуге үйретті. Мен мектеп оқып жүргеннен мұғалім болуды армандадым. Себебі ұстаз тек білім беруші ғана емес, болашаққа жол сілтейтін тұлға деп есептеймін. Мен Абай атындағы Тірек мектебінде физика пәні мұғалімі және директордың ақпараттандыру жөніндегі орынбасары болып жұмыс жасаймын. Педагогикалық еңбек өтілім 4 жыл. Сонымен қатар 2022 жылы өмірімде алғаш рет сынып жетекші болып тағайындалдым. Қазіргі таңда оқушыларым 8-ші сыныпта оқиды. Осы уақыт ішінде әр баланың мүмкіндігі мен қабілетін ашуға тырысып келемін. Мен үшін ұстаз болу білім берумен қатар тәртіпке, жауапкершілікке және өзіне сенуге үйрету. Сынып жетекші ретінде басты мақсатым ұйымшыл, тәртіпті және бір-біріне құрметпен қарайтын ұжым қалыптастыру. Оқушыларымның сабаққа белсене қатысып, жаңа білімге қызығушылық танытуы мені шабыттандырады. Сыныптан тыс іс-шараларға ынтамен қатысып, бастама көтеруі де үлкен қуаныш сыйлайды. Осындай белсенділік мені жігерлендіріп, мұғалімдік еңбегімнің мәнін арттыра түседі. Бала тәрбиесі тек сабақпен шектелмейді. Сыныптан тыс іс-шаралар арқылы тәртіп, ынтымақ және белсенділік қалыптасады. Баланың дамуы мектеп пен отбасының ортақ еңбегі екендігін әрдайым ата-аналарға айтып отырамын. Мектептің күнделікті жұмысы кейде мұғалімді қатты қажытады. Таңертеңнен кешке дейін сабақ беру, құжат толтыру, жоспар жазу, ата-анамен сөйлесу, мұның бәрі бір күннің ішінде атқарылатын үлкен еңбек. Уақыт жетпей, демалуға мұрша болмайтын сәттер де жиі кездеседі. Бірақ қанша шаршасам да, сыныпқа кіріп оқушыларымды көрген сәтте бойыма ерекше қуат біткендей болады. Балалардың күлімдеген жүзі мен сәлеметсіз бе мұғалім деген шынайы даусы барлық ауыртпалықты бір сәтте ұмыттырады. Сол кезде күнделікті шаршау артта қалып, жүрегіме жылу ұялайды. Ұстаз болғаныма мақтанамын. Назарларыңызға рахмет.